Баршаңызға сәлем, мен бүгін сіздермен пирожкидің рецептімен бөлісетін боламын. Жасап көріңіздер, өте дәмді әрі жұмсақ шығады. Қамырының жасалу жолын видеоның астына қалдырамын. Дәл бауырсаққа ашытқандай ашытып жасаймын. Ең алдымен біз картошканы ашып, турап, су құйып, тұзын салып, газге піскенше қалдырамыз. Картошкамыз піскеннен кейін суын төгіп, сары майымызды салып, біркелкі болғанша езіп аламыз. Егер тұзы аз болып жатса, тағы да үстіне тұз қосып жіберсеңіздер де болады. Картошкамызды езіп болғаннан кейін суытып қоямыз. Картошкамыз суығанша қамырымызды ашып дайын болады. Ашыған қамырымызды ұсақ бөліктерге бөліп аламыз. Қамырымызды ұсақ бөліктерге бөліп болғаннан кейін бір-бірлеп қамырымызды жаямыз. Жұқа қылмай, орташа қалыңдықта жайып аламыз. Сосын ортасына картошканы салып, шеттерін біріктіріп аламыз. Қазанымызды газға қойып, май құйып, қыздырып аламыз. Қызып тұрған майымызға пирожкиімізді салып, екі жағын қызартып, қуырып пісіріп аламыз. Пирожкиімізді орташа отта пісіреміз. Сонда арасы шикі болмай жақсы піседі. Осымен пирожкиіміз дайын, жасап көріңіздер, өте жұмсақ, дәмді шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.